Неге қыз-келіншектерге бизнес жасау маңызды? Қыздардың мінезі нәзік, өте сезімтал болып келеді. Оларға офистегі қысымдарға төтеп беру және де үнемі бастығының алдына барып, сен мынаны дұрыс жасамадың, мынау дұрыс емес, қайта дұрыстап жаса, еліне қатты батып, жүрегіне қаяу салуы мүмкін. Қыз-келіншектерге бизнес бастау неге өте дұрыс? Себебі ешкім сенің басыңнан келіп, мынаны дұрыс жасамадың деп дауыс көтермейді, айқайламайды, ұрыспайды. Керісінше бизнеспен айналысқан кезде бұл саған деген өз-өзіңе деген жауапкершілігің, бизнеске деген жауапкершілігің, табысыңның артуы, адамдармен жұмыс жасауы, барлығына да өзің бастық бола аласың және де өзің уақытыңды реттей аласың. Бұл саған еркіндік береді. Мен де дәл сол себепті бизнес жолын таңдаған болатынмын. Бірақ та бизнесте ескеретін жайт, ешкім сені дедлайнға салмайды. Уақытыңмен дұрыс жұмыс жасауды талап етпейді. Бизнесіңді дұрыс жаса деп ешкім саған итермелемейді. Ешкім саған жоспар құрып бермейді. Ешкім сені жақсы оборотқа, табысқа шығармайды, егер сен өз-өзіңе дұрыс жұмыс жасап, сол нәрселерді өзіңнен талап етпесең. Қазіргі таңда мен Каспи магазинмен жұмыс жасап отырмын. Өз кәсібімді өзім дөңгелетіп, жақсы нәтижелер көріп отырмын. Егер де сізде офисте біреуден ұрыс естімей отырғыңыз келсе, онда өз бизнесіңізді бастап, кәсібіңізді алдыға қарай жүргізіп, дөңгелетуді өзіңіз таңдаңыз. Бүгіннен бастаңыз.